Естіміз түсеміз бе деп. Шығындар деген жаттығу, типа дайындық. Бізде наерге шайнып тұрға пәмені. Бүгін бізде қонақтар келеді, соған қазір магазинге барып, фрукты дегендерді алдық. Керек заттар, сухофрукты дегендерді. Енді қазір дайындап бастаймыз. Тамақ істеймін. В общем, сондай күшті күн болайын деп жатыр. Тағы не істеуім керек? Тәттілерім келді, как раз заказ беріп қойдым. Пирожный, мынандайлар күшті. Сол, күшті осындай ұнайды маған ше, қонақ күтетін кезде дайындалып, дастархан жасап, күшті. Асар көмектесіп отыр маған. Өзіміздің Асардың құрдастары, яғни достарымыз келеді. Бір 4-5-6-7 адам келеді ғой примерно. Сол, енді сөйтіп шақырамыз ғой. Құдай қаласа өзіміздікілерді шақыратын боламыз тағы да. Еще, сіздер танитындарды. Сол, давай. Қонақтарымыз келді, қош келіпсіздер. Бірінші рет келіп жатыр достарымыз. Енді қанша күн мәншікпен қанша күн бірге жүрдік. Енді келді. Айжан, Даник, Мақпал бар мына жақта. Қазір Мақпалдың күйеуі келеді. Қазір енді тамақ қорда, очень күшті тамақтар. Қалай екен енді? Не айтасыздар? Бірдеңе жесеңіздерші? Күшті үйлерің құтты болсын. Біз оны видеоға айтпаймыз онда. Қазір қызықтармен бөлісіп отырамыз. Мына жақта қараңыздар, осындай корзиналар. Бүгін не болайын деп жатыр өзі. Не қыл дейді өзі. Мына жақта сорпа. И еще бізде мына жақта қазақ тілден қуырдақ, мощный қуырдан заказ бердік. Қазір бұйырса жетмей жақта барды кішігірім. И мына жақта сорпа. Екеуінде бастан өткен сияқты ғой, мен әңгіме қойды сәл. Қалай болады? Қайырлы күн, достар. Бүгін мама өкінішке орай мені тамақтандырып жатыр, себебі мен зарплатам түспеді, короче. Ойбай. Бүгін маманың ауыздары жатыр. Негізі бәрін өзім алып беретін ғой, просто бүгін мама. Алтын ордамыз, қазір мына жерден кетеміз. Біз Қордайға баратырық. Қордай, сосын Қызылсай, иә? Қызылсай емес, Қызылсайға жетпейміз. Қызылсайға жетпей, Таудаға барамыз ғой, Тауға. Ай, Ақмайға кірмейміз, Ақмайға. Қордайда ғой ол. Иә. Ақмайда, Қордайдан кіріп шығамыз. Иә, мам қатыспай қойыңыз керек жоқ. Біз қайқа келдік, мама? Оғайбай 57. Бәрін адыршеттім. Сәтбайғалардың үйіне келдік, біз дейтін аталардың, мен атамның бірақ бауыраған сол кісі еген. Ауылдамыз, достар, Қордайға келдік, атаға сөйтіп. Мен Сәтбайда бізде қазір экскурсия жасайды. Бізде мына жақта. Біздің мына жақта қошқарымыз бар, ешкіміз бар дегендей. Біреу ақ, біреу қара. Сат қыздырмайды шығар, иә? Мына. Мынау қошқар ма? Мүйізі бар екен ғой, иә? Қошқар бір 6 айлық қошқар, 7 айлық қошқар. Сау ешкіміз, сау ешкі. Ол саулап дейді. Нерде? Лақ. Лақтар. Осы екі лақтың атын не деп қоямыз? Біреуі ұрғашы, біреуі еркек. Түрлерін қара. Біреуін не деп қоямыз? Сол атын придумать ету керек. Комментарийға жазыңыздар. Егерде ат тапсаңыздар, жазып кетіңіздер. Сәтбайда оқиды сосын. Ақырын отырамын да. Темшегін жуып. Жуамын. Жуып тазалап. Бүйтіп. Самасыз. Түсіріп аттың ба? Иә. Міне, күндерді жұмыс.
Что? Барыңызға бүгін Ланчжоудың ашқан Хого Шеф деген ресторанына келдік. Бұл жерде мен қасымда сенім серіктесім Аяжан бар, Ляска бар, Шамсия бар. Осындай составпен бүгін біз китайский кухняны жеуге келдік. Қазір барлығын көрсететін боламыз, так что деген историяда болыңыздар. Ал қыздар, давайте. Бұл жерде VIP зал бар екен. И қараңыздар. Мынандай зал. Адам көп. Что барлығын салатын болам, көрсетіп болам, түрде болыңыздар. Бұл жерде қараңыздар, 2 этаж бар. Бұл жерде мынандай Хого зал и астында Ланчжоу. Қараңыздар, мына жерде көрсететін болсақ, мына жерде как всегда біздің өзіміз жақсы көретін тарелкаларымыз полностью өздеріңіздің қалаған заттарыңызды ала аласыздар. Морепродукты, креветки, сёмга дейсіздер ма? Барлығы бар, қараңыз, мясная тарелка. Так что, мына жақта біздің өзіміздің сенім серіктестерімізбен келе жатырмыз. Жейтін тамағымыздың барын алып көрсететін боламыз. И мына жерде, как всегда, сулар бар. Білесіздер, мен деген Хого жеген кезде обязательно осындай қай жақтың тамақтарын жейміз, сол жақтың суларын ішетін болады. Ал, достар, қараңыздар, біз не таңдадық? Креветки, мына жақта лист салата, брокколи, осьминожки бэйби, сёмга, мына жерде кальмары, грибы и, конечно же, эноки. Қаз бізге қазанымызды алып келеді. Қыздар дайындалып отыр, ас қазандарын дайындап. И мына жерде біз деген рилс түсеміз қазір. Қандай рилс болатынын көресіздер. И соған бір жақсылап поддержка беріп кетіңіздер. Я, достар, қазір мына жерде китайский напитки бар, қазір соны дегустациясы жасаймыз. Обычно кокосовое молоко. Сладкий. Прикольно. На раз пойдет. Қазір мынандай бар еще. Аяжан, көмектесші. Сенің серіктесім Аяжан қасында. Шыбық. Ал кет. Но екіншісі повкуснее будет. Ромашковый чай. Еще ауыз неткеннен кейін, острыдан кейін самое то ауыздың ашығын басады. Прикольно. Так что Хого Шефқа келіңіздер бәріңіз.